Сындарма балалар, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 25-ші сабақ, сабақтың тақырыбы сөз тіркесі. 48-ші жаттығуға қараймыз. Сөзбен сөз тіркесін салыстырып көр, олар бір-бірінен қалай ажыратылатынын айт дейді. Сөз тіркесі деп сөз бен сөз тіркесінің бір-бірінен айырмашылығы бар. Сөз тіркесі деп сөздің бір-біріне тұлғалық әрі мағыналық жағынан бағына байланысқанын айтамыз. Ал сөз деп заттың, түрлі құбылыстың, қимыл әрекеттердің атауын айтамыз. Бұл жерде үй деген сөз, яғни сөз тіркестері кең үй, бару, жайлауға бару, өшіргіш, өшіргішпен өшіру, пәтер, екінші пәтер. Міне бұл жерде сөз бен сөз тіркестерін салыстырып көрдік. Олардың бір-бірінен қалай ажыратылатынын. Сөз бен сөз тіркестерінің бір-бірінен айырмашылығы, жаңа айтып өткендей, сөздердің бір-бірінен тұлғалық әрі мағыналық жағынан бағына байланысқан. 49-ші жаттығуға қараймыз. 49-ші жаттығуда әр қатарды өзіне ұқсас сөз тіркестерімен толықтырып жаз дейді. Сөз тіркестерінің екінші сыңарлары қай сөз таптарына жасалған? Мысалы, мектептің ауласы, үйдің қасы, терең көл, тайыз өзен, екі ешкі, бес тауық, тез оқы, жылдам жаз. Ақыл айт, кеңес бер. Сөз тіркестерінің екінші сыңарлары бұл жерде зат есім және етістіктен жасалған. Балалар 50-ші жаттығуға қараймыз. Сызбаға қарап сөз тіркестері туралы қорытынды жаса дейді. Сөз тіркестері зат есім, сын есім, зат есім, сан есім, зат есім, етістік. Енді зат есімді тіркестер, яғни екеуі де зат есімнен тіркеседі. Мектеп, ауласы. Сын есім және зат есім тіркесі сұлу қыз, яғни қандай қыз, сын есім қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Қыз кім зат есім. Сан есім мен зат есім тіркесі үш қой. Зат есім мен етістік тіркесі ақыл айт. Енді балалар 51-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді көшіріп жазып, сөз тіркестерін тап. Бесікті жатқа сатпайды, бабалар рухы сынады деп. Шаңырақты отқа жақпайды, киесімен ұрады деп. Бұл жерде сөздерді өлеңді көшіріп жазып, сөз тіркестерін тап дейді. Бұл жерде бесікті жатқа сатпайды. Бірінші сөз тіркесі, одан кейін жатқа сатпайды. Екіншісінде бабалар рухы сынады. Яғни сөз тіркестері. Шаңырақты отқа жақпайды, бірінші сөз тіркесі, екінші отқа жақпайды. Киесімен ұрады деп. Бұл жерде киесімен ұрады, яғни сөздер тіркесіп бөлінеді. Балалар 52-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақтардан сөз тіркестерін тауып, кестеге орналастыр. Кішкене ат пен үлкен ат бір қазыққа байлаулы. Айналса да мың қабат, тілемейді айдауды. Екінші жұмбақ. Бұйра тұлымы желмен ойнайды, қызыл мұрны жерге бойлайды. Енді кестеге сөз тіркестерін тауып орналастырып көрейік. Сын есім және зат есімнен болған сөз тіркестері. Кішкене ат. Қандай ат? Кішкене. Үлкен ат. Бұйра тұлымы.
Қызыл мұрны, яғни кішкене, үлкен, бұйра, қызыл деген бұл жерде сын есім болып тұр балалар. Екінші, сан есім және зат есімнен құралған сөз тіркестері. Бір қазық, мың қабат. Неше қазық? Бір қазық. Неше қабат? Мың қабат. Үшінші, зат есіммен етістіктен жасалған сөз тіркестері. Қазыққа байлаулы, желмен ойнайды, жерге бойлайды. Яғни зат есім қазық, желмен ойнайды дегенде. Ойнайды. Етістік, зат есім және етістіктен. Жерге дегенде зат есім бойлайды, не істейді? Етістік. Яғни үшінші бағана зат есім мен етістікке қатысты сөз тіркестері. Енді жұмбақтың шешуін тауып көрейік. Жұмбақтың шешуі сағаттың қысқа тілі мен ұзын тілі. Яғни сағат бұл тәуліктің ағымындағы уақытты анықтайтын және бір тәуліктен кіші уақыт аралықтарының ұзақтығын бірліктермен өлшейтін құрал. Сағаттың түрлері: қол сағат, қабырға сағат, қалта сағат, үстел сағат, құм сағат, су сағат.